Баршаңызға сәлем. Иллюминати, яғни масондар дегеніміз кім? Бұл сұрақтың жауабын адамдар көптеген жылдар бойы зерттеп келді. Нәтижелерге сәйкес, иллюминати бұл ырымдарға, наным-сенімдерге және діннің әлеуметтік өмірге әсеріне қарсы тұратын ұйым. Алайда кейінірек иллюминати негізгі мақсаттарынан ажырап кетті. Бұл видеода иллюминатидің мақсаты қандай? Олар неге өз жоспарларын жасырын ұстайды? Қазақстанда бұлардың не жұмысы бар? Барлығын талқылайтын боламыз. Иллюминати 1776 жылы Баварияда 6 адамның қатысуымен құрылған құпия ұйым. Бұлардың негізгі мақсаттары адамдардың еркін ойлауына кедергі болу, адам өмірінен дін деген ұғымды жоқ етіп, халықты қуыршаққа айналдыру. Негізін қалаушы Баолшау ұжымның атын жетілдірушілер деп қоюды қаласа да, өз қызметтерін иллюминаттер деп атады, және олар өздері құратын идеяларды иллюминизм деп атайды. Бұл ұйымға кірген адам іштегі құпияны сыртқа шығармайтынын, әрі жоғарыдағы адамға адал қызмет қылатынына ант береді. Бірақ 1977 жылы Германия басшысы құпия ұйымдарға тыйым салғасын, ұйым жойылуға сәл қалды. 1985 жылы үкімет жариялаған декларация нәтижесінде ұйым негізін қалаушы адамдар қашып кетеді. Артынша 1874 жылы бұл ұйымға неміс философы Фридрих Гегельдің қосылуымен ұйымға жаңа өмір сыйлады, және иллюминати сөзі нені білдіретіндігі анық бола бастады. Сонымен бұл ұйымның ендігі мақсаты жаңа әлемдік тәртіп орнату болды. Масондық бұл ұйымның негізгі күші саясаткерлерден, инвесторлардан, алпауыт компания басшыларынан тұрады. Ішкі шеңбер деп аталатын ұйым ішіндегі адамдарға 10 адамнан тұратын данышпандар тобы басшылық етеді. Бұл жердегі адамдар сахна артында отырып ақ әлемге өз үкімін жүргізіп, қанатын кеңге жаюда. Тіптен 2015 жылы елімізге өз ұйымдарын құрып, белгісіз мақсатта жұмыс жасауда. Олардың аты бәйтерек деп аталады. Қазіргі уақытта қынжылтатыны олар өздеріне ұлт көшбасшысы болған Әлихан Бөкейхановтың есімінің жамылуы болып тұр. Бұл ұйымға заманында Әлихан атамыз кіргені рас, бірақ ол кездегі мақсаты саны 6 миллионға жеткен қазақты Ресейдің ықпалынан шығарып, Алашорда мемлекетін құру болды дейді Әлихан танушы білім иелері. Бұл ұйымның қазіргі уақытта әлемге кең тараған белгілері өте көп. Солардың бірі Нұр-Сұлтан қаласындағы бағандар. Масондардың наным-сеніміне сәйкес, бағандар өзге әлемге өтуге мүмкіндік беретін символ деп көреді. Ал осы екі бағанның ортасында бәйтерек тұр. Оның көтеріп тұрғаны күн, яғни жарық. Ал иллюминант сөзінің мағынасы жарық. Тіптен бәйтерек монументін жоғарыдан қараса, көрінетін сиқырлы жұлдыз Дефиян жұлдызы деп аталатынын масондық жұлдыз деп айғақтайды. Ұқсастықтар мұнымен бітпек емес. Бейбітшілік және келісім сарайында осы тізімнің ішінде. Мұнда тұрған не бар дерсіз, бірақ оның пішіні сатанизмді дәріптеген иллюминаттардың 13 қабатты пирамидасына өте ұқсас. Себебі жоғарғы қабатындағы жарық сәуле дәл осы бір көзді бейнелеген іспетті. Масондар үшін жалғыз көз ақиқат пен даналыққа бастайтын тура жол. Жақсылық жамандықтан жер бетінде басым болу керек. Жалғыз көз жерге шуағын шашып, әлемді бақытқа бөлейді деп сенеді олар. Бұл рас десеңіз, елбасы ордені, төтенше жағдай белгісі, халық банкі, Нұрбанк эмблемасынан ұқсастық байқап көріңіз. Масондық белгі кеңінен енген сала ол өнер. Шетел жұлдыздарының арасында жаппай белең алған белгілер соңғы уақытта қазақ эстрада жұлдыздарынан да байқалуда. Мәселен, біздің салт-санамызға қайшы келетін кәріске еліктеген 91 тобының клипінен 3 бұрыш ішіндегі көзді байқауға болады. Сонда бұларда осы ұйымның мүшесі болу мүмкін бе? Осының барлық сәйкестікте ақылға қонымсыз сияқты. Не болса да сахна сыртында бір ойынның болып жатқаны анық. Ал сіз бұл жайлы не ойлайсыз? Егер осы видео 10 мың қаралым жинайтын болса, осы ұйымдағы әлемге өз дегенін жасап отырған 10 отбасы жайлы айтатын боламыз. Видео ұнаса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге оттаймыз.